Өзгеде жаңалықтар жөнінде Сарыағаш ауданында 20.079 кәсіпкерлік субъектісі, оның ішінде өндіріспен айналысатын 31 ірі кәсіпорындар жұмыс істейді. Қаншама жанды жұмыспен қамтып, өз өнімдерін Қазақстанның жер-жеріне, сонымен қоса көрші ел Қырғызстанға жіберіп жатқан өңірдегі кәсіпорынның бірі Юшкон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қазіргі таңда Сарыағаш ауданында кәсіпкерлік нысандарда 40 мыңға жуық жандар жұмыс жасайды. Жалпы 20.079 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Ал өздеріңіз көріп тұрған Шымкент Бәйтерек жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты кондитерлік өнімдер өндіру цехы сұранысқа байланысты айына 70 тоннадан бастап 100 тоннаға дейін өнімдер өндіруде. Қазақстанның бүкіл өңіріне жеткізіледі, Қырғызстанның да бүкіл өңіріне жеткізіледі. Бізде қазірше енді жақында бір Грузиямен бір контракт жасауға ниеттеніп отырып, содан кейін бізде тұрып қалмау керек складта, тек тапсырысқа қарай оны шығарып дер кезінде жеткізіп беріп отырамыз. Екі мезгіл тағам, асханамыз бар, барлық жағдай жасалған, жаңағы ұлдардың, қыздардың жаңағы киім ауыстыратын жері, душы, киім жуатын жері, жаңағы форманың бәрі жағдайы жасалған. Әлеуметтік жағдай да жасалған. Мына жерде көпбалалы аналар жұмыс жасайды. Оның да жылына 2 рет фирмамыз қолдау беріп әлеуметтік жағдайын жасап отырады. Кондитерлік цехтағы құрылғылар Ресей және Италиядан алып келінген. Осында 32 түрлі кондитерлік өнімдер дайындалуда. Дайын өнімдер еліміздің жер-жеріне жеткізіліп, көрші Қырғызстанға да жіберілуде екен. Шағын кәсіпорыннан бүгінгі үлкен бір кәсіпорынға айналып отыр. Жұмысын бастаған кезде 5-6 адам жұмыс істеумен бастаған. Бүгінгі таңда бір 50-60 адамдай қызметкерлері бар. Жаңағы кондитерлік тәттілер өндіріп жұмыстар істеп жатыр. Алдағы уақытта да бұл кісілердің тағында бір іске қосамыз деген жобасы бар. Ол мынау қазір сұранысқа ие болып отырған шоколад өнімдер, кондитер өндіріс, шоколад, конфеттер шығару бойынша жұмыс істеп қазір бұл кісілер басқа да мемлекеттердің, басқа да елдердің жаңағы тәжірибесін жинақтап, қызметкерлерін тәжірибесін жинақтап жағдайлары бар. Енді өздеріңіз білесіздер, осы кәсіпкерлік саласының дамуының арқасында 2022 жылы ауданға 26,5 миллиард теңге инвестиция тартылды. Айта кету керек, кондитерлік цехта біршама адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Кәсіпорынды кеңейту, дайындалатын өнім түрлерін көбейту жоспарда бар екен. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.